Сәлем, виртуалды сим-карта туралы естіген шығарсыздар. Қандай ерекшелігі бар екенін білесіздер ме? Тренд туралы айтып берейін. eSIM, яғни Embedded SIM, смартфонның соңғы үлгілеріне кіріктірілген сим-карта. Оны қалай белсендіруге болады? Әркімде әртүрлі. Біреуде кеңсеге бару керек, ал Билайнда бәрі онлайн жасалады. 1-2 минут және бірнеше қарапайым әрекет, содан соң eSIM іске қосылады. Androidта қалай жасалатынын көрсетейін. Алдымен өзіміздің немесе көршінің Wi-Fi желісіне қосыламыз. Менің Билайным қосымшасын жүктейміз. Әрі қарай пернесін басамыз. Содан соң Билайн клиенті болу. Осы жерде екі жол бар. Билайнның жаңа нөмірін сатып алу немесе басқа оператордағы өз нөміріңізбен ауысу. Окей, жаңа нөмір аласыздар ма? Таңдаймыз. Содан соң тариф. Енді біраз ресми іс. Жеке куәлік немесе төлқұжатты сканерлейміз. Деректерді тексеріп, селфи жасаймыз. Тамаша. Енді алу әдісі туралы. eSIM картаны таңдаймыз, технология туралы оқуымызға болады. Аз ғана қалды. Төлеу керек. Банк картасының деректерін жазамыз. Тіркеу басталды. Вуаля! Белсендіретін QR-код шықты. Сканерлеу үшін оны басқа смартфонға жіберу керек. Бітті десе де болады. Смартфон баптауларын ашыңыздар. Android қосылыстарын таңдаңыздар. Содан соң сим-карталар диспетчері. Енді тарифті қосамыз. Басқа құрылғыдан QR-кодты сканерлеңіздер. Осы бір қауіпсіздік. Құттықтаймын. Енді eSIM картаны орнатуға нұсқаушы бола аласыздар. Рахмет, Билайн. Шынымен де ыңғайлы, жылдам және ешқайда барудың қажеті жоқ. Қуаныш сыйлағанымызға қуаныштымыз. Билайн, жарқын жақта өмір сүр.